Әрбір қиындықтың бір қайырымы болады. Кез келген проблеманы шешудің әдіс-тәсілі болады. Ол талап. Яғни, бизнестегі проблемаларды шешуге талап қою арқылы кірісесіз. Өмір жолындағы жұмысыңызда талап қиыншылықтар кездеседі. Өз мансабыңызда талап қоя отырып сақтай аласыз. Бірінші қадам. Негізгі проблеманы анықтаңыз. Дұрыс анықталған проблеманың жартысы шешіледі. Ол дегеніміз, проблеманың нақты шешілгені қаншалықты уақыт алатыны немесе босқа құртып алуы. Екінші қадам. Бұл мәселенің барлық ықтималды себептері бар ма деп сұраңыз. Қиындықтың негізгі себептері айқын және айқын емес деп қараңыз. Бұл қалай басталды? Оның шығу тегі қандай? Қиын деп тапқан проблеманың себебін өзгертетін сыни көзқарас қандай? Қиындықты тудырған болжамдар қандай болды? Сол сияқты дәрігердің ауру науқасқа қарқынды сараптама жүргізуі сияқты шешім қабылдамас бұрын мұқият болыңыз. Үшінші қадам, барлық жағдайды қалай шешуге болады деп сұраңыз. Көптеген адамдар қиындықтардан қашады. Ешқашан бұған жол бермеңіз. Қосымша тағы қандай шешімі болуы мүмкін? Кейде ең жақсы деген шешімнің өзі еш нәтиже бермейді. Кейде үздік шешім қосымша ақпаратты жинау. Кейде ең жақсы шешімнің өзі қиындық жоқ екенін түсіну. Төртінші қадам, бірнеше сұрақтың шешімін тапқаннан кейін, бұл шешім арқылы нені өзгерте аламын деп сұраңыз. Аванс ретінде тек қана шешімнің күшімен сен істейтініңізді анықтауға болады. Сіз істедіңіз, операция сәтті өтті, бірақ науқас қайтыс болды. Сіз үшін шешімді жиі қабылдау және оны жүзеге асыру. Бірақ қиыншылығы шешімі бола алмайды. Бірақ осыған дейінгі бірінші іс-әрекетімізге қарағанда нашар болма. Миымен ойланып, ақылмен қабылдаған шешіміңізге, проблеманы шешу кезінде өзіңізге сенімді болыңыз. Бесінші қадам, сізде тамаша идеяның шешімі бар дерлік, кейін оған нақты жауапты біреуді бекітіңіз, немесе бар жауапкершілікті өз мойныңызға алыңыз. Аяқтау мерзімін қойыңыз, дедлайн. Егер ол шешімнің нәтижесі болатын болса, өлшем қойыңыз. Шешімдердің артынан шикілік шықпайтындай әркез проблеманы талқылап жүріңіз. Нақты мерзім, қаулысыз қайтадан қиындықтар алдыңыздан шыға беретін болма. Проблемаларды шешу әдістерімен тәжірибе жасаңыз және ойлаудың әдетіне айналғанға дейін болма. Қаншалықты жақсы әсерде екендігін уақыт өте көрсететін болады, және осы әдіс тәсілді пайдалану арқылы жақсы нәтиже беретініне көзіңіз жететін болма. Жеңіс пен табыстың кілті. Соғысты үйрену, ғасырлар бойғы шайқаста менің бір таң қалатыным, әркез күші аз әскер мықты деген қолды жеңеді. Әрбір жағдайда менің ойымша әлде қайда әскер саны аз қолбасшы мықты деген қолды жеңуі әдіс тәсілімен, арнайы қулықпен қара күшке ұрынбай-ақ белгілі бір әдісін тапқан адам деп ойлаймын. Сонымен қатар, жүйедегі қарапайым адамдар немесе проблеманы шешу үшін арнайы рецепт, жоғары деңгейдегі интеллект айналасында іске асыра алады. Бұл екі методология жүйелі тәсілді меңгеру шарасыз кезде үлкен артықшылық береді. Оны жазыңыз. Әрқашан қағазды ойлаған кезде сенімді болыңыз. Керекті нәрселерді жазыңыз. Мидың арасында жүретін бір нәрсе болады, және жазатын қол. Проблемаға қатысты айқындылықтың үлкен мағынасын сезесіз. Жақсылап ойланыңыз. Сіздің қабылдауыңыз өткір болып келеді. Шын мәнінде шешім қабылдар алдыңда, сіздің ақылыңыз және креативті түрде ұзақ жазылған дүниелеріңіз көп. Шахмат тақтасында ойнаңыз. Сен жаттыға алатын көптеген креативті жаттығулар сценарий жоспарлау деп аталады. Сценарий жоспарлауда сен өмірдің шахмат тақтасында ойнайтын боласың, және кейде болашақта не нәрсе орын алуы мүмкін екенін жоспарлау. Тіпті болашақ негізінен танып, белгілі бір үрдісте отырып, бүгін болашақта да жалғаса беретін дүниені орналастыру. Тіпті күтпеген жерден жоспарыңызды өзгертетін талап пайда болуы да мүмкін.
2 сұраққа жауап сценарий жоспарлап өзіңізден сұраңыз. Бірінші, осы айда ең нашар деген 3 қандай нәрсе орын алуы мүмкін? Немесе алдағы жылы жеке өмірімде бизнес әлемін кері қандай әсер ететін дүние болуы мүмкін? Ойыңызды жазыңыз. Бірақ өзіңізді алдамаңыз. Бас тарту немесе ең үздігіне ұмтылу. Мысалға, сіздің ең жақсы клиентіңіз бизнестен тыс кетті делік, немесе өнім үшін сізге төлем жасай алмады, немесе сіз оған қызмет көрсеттіңіз. Сен не істер едің? Сізде қандай жауап болар еді? Осындай байқаусызда болған дүниенің қалай алдын алар едіңіз? Екінші, алдағы жылы немесе айларда жақсы деген қандай 3 нәрсе орын алуы мүмкін? Деп сұраңыз. Осы сұрақтардың кез келгеніне жауап беріңіз. Байқаусыздықта орын алатын дүниелер үшін дайындаған тәжірибеңізді, ақыл-кеңестерді пайдалана аласыз. Егер бұл әлеуметтік түрде сәтсіз болса, осындай сәтсіздік орын алмау үшін қалай сақтанамыз деп өзіңізден сұраңыз. Кейін осы сұраққа 20 жауап жазыңыз. Егер бұл мүмкіндік болса, осы мүмкіндіктің ықтималдылығын қалай өсіре аламыз, немесе бүгінгінің мүмкіндігі ретінде қандай артықшылық ала аламыз деп сұраңыз. Осы сұраққа 20 жауап жазыңыз. Әр жолы сіз өзіңізге осы сұрақтардың бірін қойыңыз, электр ұшқыны сияқты идеялар мен ойларды шақыруға болады. Бұл арқылы мидың жұмыс істеуін белсендіруге болады. Және шабыттандырып мүмкіндік береді. Сіздің жеке философияңыздың маңызды бір бөлігі опциялардың дамыту айналасында болуы керек. Бұл ереже тегін түрде баламаңыз жақсы дамыған болып табылады. Егер сіздің мақсатыңыз бақытты, табысты және тегін болу үшін болса, сізге таңдау жасау керек. Әрбір жағдайдың шешімін таба алатындай бір нәрсеге қарағанда көп болуы тиіс. Бірінші жұмысқа қабылдаған кезіңізден бастап, алғашқы инвестицияңызды жасаңыз, өміріңіздің кез келген бөлігінде кемеге отырыңыз. Егер істеген дүниелеріңіз қателікке орындырмасын десеңіз, сізге даму процесінде жылдамдық керек. Жоспарын дамытыңыз. Германияның 19 ғасырында Фредерик фон Бисмарк, темір канцлері ең керемет мемлекет қайраткері болған. Ол бәсекелес айлалы, князьдігіне қабілетті болған. Германияның қалыптасу кезіндегі бірі-біріне қарама-қарсы ұлттар өкілі болған. Оның саяси өмірі келіссөздер жүргізу процесі болды. Уақыттан кейін алға немесе артқа, жеңіліс немесе жеңіс. Бисмарк келіссөздер жүргізер алдында әркез тыңғылықты дайындалатын болған. Сол себепті Бисмарк жоспар деп аталды. Жеке өміріңізді, бизнесті дамытуда осы жоспарды жүзеге асыру өте тиімді. Сіздің жоспар қалай? Өндірісте, кәсіпте, мансабыңызда сақтық жоспарыңыз қандай? Ағымдағы инвестициялар құлдырауға апармайтын жұмыс жоспар, немесе ең үздік деп тапқан жоспарыңыз сәтсіздікке ұшыраса. Бұл жағдайда сізде қандай балама бар? Егер ертең өзіңізді көшеден тауып алсаңыз, не істер едіңіз, және не нәрседен бастар едіңіз? Сізде неғұрлым параметрлер көп болса, сондай-ақ сізде ең жақсы психикалық еркіндік болады. Сіз ойлаған артық балама болуы мүмкін, және кез келген жағдайды шеше алатындай үлкен қуат дамиды. Әртүрлі іс-әрекеттерді орындай отырып, көптеген тәжірибе ала отырып, сізде сенімділік қалыптасады. Бұларды істей отырып, іс-әрекеттің еркіндігі қалыптасады. Тың дүниелерді дамытыңыз, және үздіксіз әрекет жасап отырсаңыз, қай жерге дейін барғаныңыз мәселе емес. Ұзақ мерзімді ойлау. Бизнестегі шексіз мақсатыңыз және мансабыңыз деп отырғанымыз қаншалықты ақша таба алатыныңыз және қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізуіңіз. Қоғамымыздағы барлық пайда, қаржылай табыс көздері құндылықты дамытудан келеді. Сіз мәнді шыңдаған кезіңізде. Бұл барлық нарықтық экономикасының негізгі заңы болып табылады. Ең негізгі заңдары сияқты бұл белгісіз, және бүгінгі біздің қоғамнан тыс жұмыскер адамдардың көпшілігі түсінбейді. Өзіңіздің сұрап көріңіз, бүгінгі клиенттеріме өз құндылығымды қалай көрсете аламын және өсіре аламын? Менің тамаша клиенттерім кім? Менен сатып алу үшін клиенттерді өзіме қалай тартсам болады? Барлық үздік деген адамдардан сұраңыз. Мен қалайтындай лайықты деңгейде клиенттерді қалай өзіме тәуелді ете аламын? Неден бастау керек, не нәрсені көбірек істеу керек? Құрметті, лайық клиенттерді қалай тартуға болады? Үнемі құндылығыңызды көтеріп отырыңыз. Әрқашан өз құндылығыңызды пайдала отырып, жақсырақ істеңіз. Жақсырақ, бағалы жолдарды таңдаңыз, болмаса оңай жолмен жүре беріңіз.
Сондай-ақ лайықты болу сөзі латын тамырынан туралы болып келді. Сервис қызметті білдіреді. Кез келген жолмен ең жақсы клиенттердің ыстық ықыласын алу және соларды риза қылдыру. Сайып келгенде қоғам мүшесі ретінде, экономикалық жүйеде ойыншы ретінде, сіздің байлығыңыз бен пайдаңыз бәсекелестерге қарағанда адамдарға қабілетіңізбен жақсы қызмет көрсете ала білуіңізде. Әр күні ақылыңыз бен креативтілікті пайдалана отырып, компанияңызды өсіретін жаңа жол табыңыз. Әлемдік деңгейде көзқарас қалыптастырыңыз. Бұл жеке данышпанның нағыз ерекше белгісі болып табылады. Туа біткен шығармашылығыңызды ашу. Бір ең маңызды деген мақсатыңызды таңдаңыз немесе ең үлкен проблеманы парақтың жоғарғы жағына жазыңыз. Кейін осы сұраққа жауап беріп орындау үшін өзіңізді тәртіпке келтіріңіз. Дереу сол шешімнің біреуін жүзеге асырып отырыңыз. 2. Әрбір проблеманы жүйеге келтіріп отырыңыз және шешім қабылдау, ықтимал деген шешімдерді қарастыру, кейін мүмкіндігінше тезірек шешімді іске асыру. Ең басты қабілет сенімділік. Сіз позитивті түрде жасай алсаңыз, әрқайсы жұмысты алу үшін абыройын дамыту арқылы айналаңыздағы энергияның тартымды күшін ала алады. Нәтиже ретінде үлкен жұмыс 2 есе абырой және жұмыспен бірге марапатталды. Не нәрсеге бағынышты екеніңізді табыңыз, және корпоративтік сатыда сізден кім төмен деңгейде екенін анықтаңыз. Олармен әңгімелесіп, сұрағыңыз болса қойыңыз. Егер сенің қолыңнан келсе, оларға көмектесуді ұсыну. Ерекше мейірімді, сыпайы болыңыз. Оларға деген комплимент болмасын, және істеген жұмыстары арқылы тану. Өз мансабыңызды жасалған әртүрлі дүниелер таңқалушылықтардан тұратын болады. Қарым-қатынас жасау инвестициясы. Әрбір ұйымда кез келген адам жоғары шыңға жеткісі келетінін көпшілігі біледі. Бастапқыда қарым-қатынас көп уақытты алатын болып көрінуі мүмкін. Бірақ өзі үшін жылдар, айлар бойы қарым-қатынас шеңберін төлейді. Сіздің бизнесіңіздің тыс, индустрия және салалық бірлестіктермен айналысуыңыз керек. Көптеген табысты басшылар және сату мамандары басқада бизнес адамдармен топтармен байланыс жасап отырады. Сонымен қатар кәсіби байланыстар мен достықтарын ұзағынан сақтайды. Сонымен қатар қоғамдастықтың іскерлік ұйымдарына назар салыңыз. Адамдар үшін пайдалы болатын бір немесе 2 ұйымды таңдаңыз. Олармен кездесуді және танысуды ұйымдастырыңыз. Осы ұйымдардың біріне мүше болу сізге пайдалы деп шештік және әрбір отырысқа қатысуды бастау. Желі кәсібилігі. Барлық желілер үшін үздік стратегия бар. Ұйымдастыру және сол бойынша жұмыс істеуге еріктілер комитетін таңдаңыз. Басқа мүшелері бар, кез келген нәрсені уақытында біле алатын комитетті таңдаңыз. Үйім ішінен және сыртынан сізге маңызды хабарды әкеліп отыра алатын комитетті таңдаңыз. Тапсырмалар үшін еріктілерді комитетке бір рет қосу. Тіпті бұған жалақы төленбесе де, бұл іс-шаралар сізге жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Кейде төмен жолдарда болсаңыз, өз мансабыңызда көтерілуге көмектесе алады. Америкада 85 толығымен жеке байланыс арқылы жаңа позициялар толықтырылады. Өнер кәсіп аясында жұмыс істейтініңді көптеген адамдар біледі және уақыты келген кезде сіз үшін мүмкіндіктердің есігі ашылады. Ойланыңыз және ұзақ мерзімге жоспарлаңыз. Мансабыңызға ұзақ мерзімді бағыт орнатыңыз. Сіз оқыған жергілікті газеттерден қоғамдастығыңыздағы үздік адамдардың тізімін жасаңыз. Қалаңыздағы үздік 100 ойыншының есімін жинаңыз. Осылардың әр қайсына хат жазу, оны жіберу барлығы бизнеске байланысты болмақ. Шағын кітаптың көшірмесін жіберу, өлең, газет қиындысы, олар үшін қызық болатын дүниелерді оқу. Әр уақытта ол адаммен байланыс жасасаңыз, қарым-қатынаста себеп көрсеңіз, ескеріңіз. Кейде маған баспасөз қызметінде назар аударарлық дүниеге қоңырау шалып немесе хат жазады. Мен әдетте тікелей байланыс жасай алмаймын. Дегенмен ақыр соңында мен адамдармен кездесіп тынамын. Қоғамда немесе бизнесте, және олардың естерінде мен апта, ай тіпті жыл бұрын хат жазғаным еді. Менің ең маңызды клиенттерімнің бірі алғаш рет оны бизнес конвенциясында кездестіргенімде 3 жыл бұрын оған хат жазғанымды есінде сақтаған. Ол айтты, маған осылай жазған хатыңыз бар емес пе? Яғни сөйлесу барысы оның ұйымымен бірге жұмыс істеуге алып келді. Өз күшіңді салу. Ережелерге сүйенсек қайтарымсыз, күтімсіз өзіңізге көбірек берер болсаңыз, өзіңізді кейінге шегеруге алып келеді. Егер сіз адамдармен байланыста толық қанды күш салмасаңыз, кейін бәрінен айырылып қалуыңыз мүмкін.
Тұқым сияқты, дамудың да әр түрлі байланыс кезеңдері болады. Кейбіреуі жылдам нәтиже береді. Ал кейбіреуі нәтиже беру үшін ай тіпті жылды талап етеді. Дегенмен шыдамды болуға дайын болғаныңыз абзал. Гарвард университетінің докторы Дэвид Маклелланд көптеген жыл бұрын қоғамның жоғары деңгейде мақсатқа жету қасиеттері мен сипаттамасына зерттеу жасаған екен. Оның зерттеу нәтижесі бойынша таңдауы бақылау тобы болды, яғни адамдар кіммен байланыста, кез келген басқа бір факторға қарағанда сіздің табысыңызды немесе сәтсіздігіңізді анықтау өте маңызды. Дұрыс адамдардың айналасы. Мейірімді адамдармен байланыс жасау, құрмет, көңілі толу, және болашақты солай қалыптастырғыңыз келеді. Сен үлгі алатын және достарыңа таныстыруға мақтаныш ететін. Позитивті көңіл күйді таңдау арқылы, басқа факторларға қарағанда өз мансабыңызда мақсатшыл, бақылау жасай алатын топ артығырақ жұмыс жасай алатын болады. Бүркітше ұшыңыз. Орташа жұмыс істейтін адамдарға сансыз мысалдар бар, орташа нәтиже көрсету және орташа жалақыға қанағаттану. Жоғары деңгейдегі компаниямен жұмыс істеу үшін өзіңнің позициясыңды өзгерту керек. Бірнеше аптада кейін адамның көзқарасы толығымен өзгереді. Оптимистік нәтиже бағдарламасымен бірге қарым-қатынасты аяқтау арқылы кезектен тыс орташа деңгейде бастайды. Негізгі өзгеріс өміріңізде сізбен бірге тұратын немесе жұмыспен байланысты. Көзі ашық тұлға болу. Егер сіз әр кеш сайын 15 минут кітап оқысаңыз, ол телевизор көруге қарағанда тезірек және сіз жылына шамамен 15 кітапты оқып бітіресіз. Күніне 15 минут ағылшын әдеби әлеміндегі ең жақсы классигін оқитын болсаңыз, 7 жылда бір кездері жазылған ең жақсы 100 кітапты оқып бітіретін боласыз. Сонымен қатар үздіктердің қатарында боласыз, және сіздің ұрпағыңызда көзі ашық, көкірегі ояу жандар болады. Әр кеш ұйықтар алдын 15 минуттық оқылған кітабыңыз арқылы мақсатыңызға қол жеткізу сенімділігі артуы мүмкін. Егер сіз өлшем жасасаңыз, оны басқара аласыз. Өміріңіздің әрбір саласында қызметіңізде мұқият талдау жасап отырыңыз. Басқа нәрселерде қарағанда нақты сапаны таңдаңыз. Осы саладағы табысыңыздағы деңгейін анықтайтын болады. Содан кейін өз салаңыздағы жақсы орындалуына әрекет жасау, бар назарыңызды аудару саналы немесе санасыз түрде жүреді деп айтсақ та болады. Егер сіз сау болуды қаласаңыз, аптасына сапаға нәтиже көрсетіңіз, яғни жаттығу жасап және күніне сіз жейтін тамақтың калориясы, сапасы жақсартып. Сонымен қатар сіз қаржылай табысты болғыңыз келсе, әр сағат сайын табатын сомаға баса назар аударуыңыз керек, немесе сомаңызды әр сағат сайын үнемдеп сақтап отырыңыз. Ал егерде сатуда табысты болғыңыз келсе, күн сайынғы телефон қоңырауларына мұқият және назар аудару керек, немесе әр ай сайын жасалатын саудаға, сауда мөлшеріне, деңгейіне. Сонымен қатар қарым-қатынаста табысты болғыңыз келсе, әр апта және әр ай сайын өміріңіздегі маңызды адамдармен бетпе-бет кездесуде жұмсалған әр минутына көңіл бөлуіңіз керек. Сіздің бір естігеніңіз бар, 7 рет өлшеп 1 рет кес. Кейбіреулер айтады, егер сен өлшеп немесе ойланып істемесең, ешқашанда басқара алмайсың. Сіздің қабілетіңіз, мақсатыңыздың өлшемі ерекше, нақты болуына алып келеді, және кейіннен жазбаларды сақтауға, күн сайын мақсатыңызға сендіруге, дәл жеткізуге, тіпті бұрын шешім қабылдап қойсаңыз да. Прогрессіңізді өлшеу. Бір, жеке өлшеміңізді анықтаңыз, өз прогрессіңізді бағалау үшін пайдалана аласыз, және өміріңіздің әрбір саласында табысты бола аласыз. Күн сайын мән беріңіз. 2. Табысыңыздың әсері ретінде жұмысыңыздың ең маңызды бөлігін анықтаңыз, және салаңыз бойынша күнделікті қызметіңізді өлшеп отырыңыз. 3. Күн сайын белгілі бір соманы орнатыңыз. Үнемдеу үшін күн, апта, ай сайынғы соманы белгілеп алыңыз, және сол соманы алып қоюға өзіңіздің тәрбиелеңіз. 4. Төмен өлшенетін әрбір ірі мақсатты бөлу, бақыланатын бөлімдер және кейіннен әрбір бөлінген бөлімге тұрақты түрде бітіретін аяқтау мерзімі, дедлайн керек. 5. Меже орнату арқылы өзіңізге ойын жасаңыз, өлшем, жүйені, мақсатыңызды көрсету үшін, және аяқтау мерзімі, дедлайн, күннен күнге жақсы нәтиже көрсету. 6. Күн сайын үлкен мақсаттың кем дегенде нақты бір бөлігін орындап шешу керек және ешқашан күнді жіберіп алмау.